Саламатсыздар ма, құрметті бизнес партнерлар? Менің есімім Ләззат Мұхамбеткеримова Сүйінбекқызы. Біздің компанияның жұмысы жайында елдерге айтқан кезде әркім әртүрлі түсінеді. Мысалы, мен адамдарға сұрақ қойған кезде Oriflame жайында не білесіз, қандай жұмыс жасау керек деп айтқан кезде кейбіреулер ойлайды, каталогты көрсетіп сауда жасау керек, менің қолымнан ол келмейді дейді. Иә, ондай нәрселерді жасаймыз, ол да біздің табыс көзіміздің бір түрі. Екінші адамдар олай ойлайды, я мен адам шақыруым керек деп. Я, ол да бар, ол да дұрыс. Ол да біздің компаниядағы табыс көздерінің бір түрі. Мен сіздерге қазір айта кететінім, не жасаймын деген сұрақтарыңызға жауабым, ол мен не жасап жатырмын. Қазір мына жерде мен сіздерге не жасап жатырмын, соны жасауға кеңес беретін едім. Өйткені менде көп деген жаңағы осы біздің бизнесте табысқа жеткен, жетістікке жеткен кісілердің презентациясын қарап, сондағы түйген ойым, біз адамдарға бизнес жасауды, презентация жасауды, қалай жасауды үйретуіміз керек екен. Сол кезде біз табысқа жетеміз. Біз әр адамды, әр шақырған адамымызды, мысалы мен сізді шақырдым, сіз Лаураны шақырдыңыз, Лаура жаңағы Айгүлді шақырды. Солардың бәріне біз осы презентацияны жасап, бизнесіміздің презентациясын айта алатындай, жасай алатындай қылып үйретуіміз керек екен. Сіздер осыны қайталаған жағдайда табысқа міндетті түрде жетесіз деп ойлаймын. Мен де міне сол менің жоғарыдағы спонсорларым, табысқа жеткен адамдардың іс қадамын қайталап жатырмын, презентация жасап жатырмын. Менің презентацияның сызбасын қазір көресіздер жалғасында. Аяқ жағында сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар, чатта қойыңыздар, комментарияға жазыңыздар. Сол нені қайталауға, жауап беруге мен сізге тырысамын. Басындағы бастапқы компаниялардың қалай жаңағы өздерінің өнімін шығарып, оны қалай тауар айналымға жіберетініне шола кетейік. Мысалы, кез келген компания өзінің тауарын тұтынушыларға, мына жақта мен тұтынушылар, мына жерде тұтынушылар дейік. Мына компания дейік, компания. Осы тұтынушыға мына завод, әркім барып заводтан алмайды ғой. Мысалы, біз заводтың қайда екенін де білмейміз, мысалы кейбір заводтардан. Енді қараңыз, мына жерде завод жаңағы $10 тұратын тауарын, мысалы, ол заводтан шыққан кезде оның өзінің бағасы, жаңағы шығарғандағы бағасы $10 екен. Мысалға айтайық. Енді ол өзінің өнімін қалай шығарады, қалай нарыққа шығарады. Ол заводтан жаңағы ірі көтерме саудамен жасайтын адамдар сатып алады екен заводтан. Сөйтеді екен де өзінің жаңағы сақтау, жеткізу, логистика, жаңағы налог деген нелерін, шығындарын қосып, өзінің пайдасын қосып, 30% қосады екен. Мүмкін даже 50% қосуы. Енді біз орташа бағада 30% деп алайық. 30% қосады екен, ол кезде уже $10 тауарың $13 болады. Енді қарайық, ол ірі оптовиктер орташа оптовиктерге береді екен. Орташа оптовик әр мемлекетке жаңағы экспорт, импорт дегенмен айналысады екен. Сөйтіп, ол да өзінің жаңағы транспорттық шығындары, сақтау шығындары, жаңағы расходтары, налогтары бәрін шығара отырып, өзінің пайдасын 30%-ін қосады екен. Енді ол жаңағы орташа оптовик майда оптовиктерге жібереді, жаңағы мелкий оптовиктерге. Мелкий оптовик енді қала-қалаға, мысалы, мынау мемлекетке жіберсе, мынау қалаларға апарса, қаладағылар енді әр магазинге апарады екен. Магазиндерге апарады екен. Магазинге жетерге дейін де ол бір талай жаңағы қосылымдарға жетеді екен. Магазиннің өзі де 30%-ін қосады, мысалы. Енді сіз магазиннен барып алған кезде, мына жердегі $10 тұратын затты сіз $100-ға сатып аласыз. Мысалы, өйткені ол жаңағы ірі оптовик, средний оптовик, мелкий оптовик, складские нелерге кетеді, одан магазинге жетеді, магазиннен базарға кетеді деген сияқты, әрқайсысы өзінің проценттің үстіне процент қосқан кезде $10 зат сізге $100 болып келеді екен.
40 жылдары жаңағы маркетологтар басқа іс әрекетті ойлап тауыпты. Ол дегенің жаңағы заводтан мынау расходтардың бәрін завод өзінің мойнына алып, жаңағы 30%-ін шығарып, сөйтіп дистрибьюторлық жұмысқа ауысыпты. Дистрибьютор дегенде бұл 40 жылдары шыққан. Дистрибьютор болған кездің өзінде де мысалы завод жаңағы мына 30%-ін өзінің наценкасын қосып, жаңағы транспортировка, хранениесін бәрін өзі істеген да, сөйтіп олар жаңағы тұтынушыларға жеткізіп отыратын болған. Соның ішінде ол 30%-ін пайдасын көріп отырған. Бұл дегеніміз енді продажа, солай ма? Енді біздің компанияда осы 60%-ның бәрін алу мүмкіндігіміз бар. Ол қалайша? Біз мысалы сатуға келген жоқпыз, Біз жерде көп отырғандар бизнеске келдім деп айтады. Бизнеске келгендегі сіздің түсінігіңіз қандай? Көп адамдар түсіне бермейді. Мысалы менің өзімде жаңағы басында мен сауда жасаумен жүгіріп жүрдім, Ал біздің бизнестің анығы былайнан. Сіз осы 60% пайданы көру үшін сіз компанияның товарының айналымын ұйымдастыруыңыз керек. Ол үшін сіз өзіңіз ұйым құруыңыз керек. Организация дейді. Образовать организацию. Өзіңіз ұйым құруыңыз керек. Ол ұйымды қалай құрамыз? Мынау дегеніміз ұйым. Бір адамға айтып, бәрі де сауда жасағысы келеді. Қазіргі көп деген компаниялар осындай сетевой маркетингтің несімен пайдалана табыс табуда. Мысалы жаңағы не дейді анау? Макдональдс дейді мысалы. Біздің недегі Қазақстанда да жаңағы дөнер, неде анау пищевой блок бар ғой, соның несі де компаниясында бәрі де өстіп осындай сетевой маркетингпен, бұл енді мынау пирамиданың түрі, қараңыздар. Бірақ сетевой маркетингтің пирамидадан айырмашылығы не? Пирамидада тауар жоқ бірінші. Кейбір пирамидаларда бар тауар, мысалы кюнет деген сияқты, ол жерде жаңағы қымбат тауарды, арзан тауарды қымбат бағаға сатып, ол күнделікті нәрсеге керек емес, күнделікті адамға қажеттілігі керек емес бір тауарды аласың. Ол да ақша салымның бір түрі. Тек қана бір сағат мысалы кюнетте, сол сағатты ғана аласың да адам шақыра бересің. Ол да пирамида. Егер сенің сататын адам таппайған жағдайда сенің жұмысың тоқтап қалады. Ал біздің компанияда, мысалы біз Oriflame компаниясы шведтік европейлік компания, ол былай шешім қабылдайды. Ағайынды афиокниктер, олар жаңағы адамдардың күнделікті пайдаланатын және ол адамның өмірін өзгертетін, адамды сұлулыққа, денсаулыққа, жақсылыққа, табысқа шақыратын компания құрасы. Ол компанияда жаңағы адамдардың күнде пайдаланатын, ол ай сайын күнде бітетін заттарды, мысалы зубный паста, сабын, шампунь деген сияқты, кремдер, витаминдер, ол нәрсенің бәрі өзінің бітетін мерзімі болады, Сондай тауарларды сатады. Онда да сізге сатудың керегі жоқ. Егер сіз сатумен айналысқыңыз келмесе, сіз сатпай қойыңыз. Бірақ мына 30% ол сіздің пайдаңыз. Өйткені сіз компаниядан мына тұтынушылар алатын бағадан 30% төмен бағамен аласыз. Сонда 30% сіздің қалтаңызда қалады. Мысалы, каталогта 1000 теңге тұратын затты сіз 30%-пен кем бағада алған кезде сіз оны 700 теңгеге аласыз. Солай ма? Енді біздің основной доходымыз міне мынау. Основной доходымыз мынау. Оны қалай алуға болады? Ол үшін сіз кем дегенде 1000 адамнан тұратын мынандай ұйымдастыруыңыз керек. Қалайша 1000 адам шақырам дейсіз ғой сіз. Ол оңай, өте оңай. Ол 1000 адамды сіз компанияға келгенде мен сізге айтайын дегенім, сіз бір өзіңіз болмайсыз бірінші. Және сізге спонсорларыңыз көмектеседі. Ол екінші. Не үшін көмектеседі? Сіздің осы компанияға келген кездегі табысқа жетуіңіз, үлкен дәрежеге жетуіңізге қызығушылық танытатын адамдар бар. Неге дейсіз бе? Өйткені сіз 10 000 доллар тапсаңыз, компания маған 5% төлейді. Сіз 1000 доллар тапсаңыз да,
компания маған 5% төлейді. Сіз 100 000 доллар тапсаңыз да, компания маған 5% төлейді. Әрине, менің қызығушылығым сіздің көбірек ақша тапқаныңызда. Сондықтан сіз бұл компанияға келген кезде сіз жалғыз болмайсыз. Біз сізді оқытамыз, үйретеміз, көрсетеміз, қолыңыздан жетелеп апарамыз. Ал енді қарайық, қалай 1000 адамнан шақырам десе. Мысалы, сіз компанияға келген кезде өзіңіз тіркелдіңіз, қасыңызға 2 адам шақырдыңыз. Сонда сіздің командаңызда 3 адам болды. Енді осы үшеуіңіз, әрқайсыңыз 3 адамнан шақырған кезде, келесі қадамыңызда сіздің командада 9 адам болады. Енді осы 9 адам, әрқайсысы 3 адамнан, бұлар да табыс тапқысы келеді ғой. Бұлар да айлыққа шыққысы келеді, бұлар да бизнеске шыққысы келеді. Сонда осы 9 адам, әрқайсысы 3 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 27 адам болады. Осы 27 адамның барлығы табыс тапқысы келеді. Бәрі де өмірін өзгертуге келіп отыр. Сөйтіп, олар да 3 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 81 адам болады. 81 адам, әрқайсысы 3 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 243 адам болады. Енді бұлай процесс өте ұзақ сияқты, солай ма? Онда небәрі 1 адамға артық шақырайық. Мысалы, сіз және сіз 3 адам шақырдыңыз. Небәрі, мына жерде сіз 2 адам шақырғансыз, енді сіз 3 адам шақырдыңыз. Небәрі 1 адамға артық адам шақырдыңыз. Командаңызда 4 адам. Енді осы 4 адам, әрқайсысы 4 адамнан шақырған кезде, мына жақта 3 адамнан шақырды ма, енді 4 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 16 адамға өседі. Енді сол 16 адамда табысқа жеткісі кеп 4 адамнан шақырған жағдайда, оларда командасында 64 адам болады. Осы 64 адам, әрқайсысы 4 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 256 адам болады. Подождите, 256 деп 24 мына жерде 16 дұрыс. 16 и 256 адам. Енді осы 256 адам, әрқайсысы 4 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 824 адам. Қараңыздаршы, қандай айырмашылық. 3 адам шақырған кезде сіздің командаңызда 243 адам, ал 4 адам шақырған кезде сіздің командаңызда 824 адам, Біз бұдан да үлкен табысқа жеткіміз келеді. Сондықтан тағы да 1 адамға артық, небәрі 1 адамға артық шақырып көріңізші. Мысалы, сіз және тағы 4 адам шақырдыңыз. Сонда сіздің командаңызда 5 адам, Ал енді әр адам, мына жерде сіз 3 адам шақырғансыз, енді 4 адам шақырдыңыз, Енді әр 5 адам командаңызда. 5 адамнан шақырған жағдайда сізде командаңызда 25 адам болады. 25 адам, әрқайсысы 5 адамнан шақырған кезде 125 адам болады. Сол 125 адамның бәрі табысқа жеткісі келеді, саяхатқа шыққысы келеді. Сөйтіп, әрқайсысы 5 адамнан шақырса, командаңызда 625 адам болады. Қараңыз, қалай өсіп жатыр. 625 адамыңыз 5 адамнан шақырған кезде сіздің командаңызда 3025 адам болады. Қараңыздаршы, айырмашылық қандай? Мына жерде сіз небәрі 1 адамға артық шақырдыңыз. Мына жерде 4 адам шақырған кезде сіздің командаңыз 1000 адамға жеткен жоқ, Сіз енді 1 адамға артық шақыруға шешім қабылдаған кезде сіздің командаңызда мына этапта, міне бәрінде бірдей этапта келатырмыз, міне 5 сатыдан. Сол кезде сіздің командаңызда 325 адам шықты. 3025 адам. Қалай сізге тиімді? Ал енді қазіргі система бойынша, біздің бұрынғы системада бізде мына Oriflame-де былай жұмыс жасайтын еді. Әркім өзі шақыратындашы, міне 5 адам шақырды дейік, 4-5 адам, 6 адам. Бізге жалғыз 5 адаммен шектелмейміз. Бізде 10 адам, 20 адам, 24 адамға дейін шақыруға мүмкіндігіңіз бар. 24 адамнан да асып кетуі мүмкіндігіңіз бар. Өстіп шақыра беретін. Мына адам келеді, оны оқытатын уақыт жоқ, мына адам шақырамыз, оны оқытатын уақыт жоқ, өстіп шақыра береміз. Мыналардың бәрін басын жинап оқытатын уақыт жоқ та, мысалы. Сөйтеміз да, мынау шет қалып қалады, мынаған көңіл бөлеміз деп, мынаны шет қалдырып қоямыз. Сонымен өсу өте қиын болатын.
Ал қазіргі система бойынша сіз командаға келген кезде сіз командада жалғыз болмайсыз. Мысалы, мынау мен сізді шақырдым дейік. Мынау сіз, мынау мен, мен сізді шақырдым дейік. Сіз командада жаңағы оқып, мынандай презентация өткізіп, мынандай есептеп үйренгенге дейін мен сізді командаңызға өзімнің тапқан адамымды тіркеп берем. Бұл сіздің командаңыз, бұл менің командам. Сіз оқып үйренген кезде арасында бізде бір кереметі біздің бизнесте. Сіз практика кезінде, жұмыс жасау кезінде оқып үйрене бересіз. Жұмысты жасап жатып, тауар айналымыңызды жасап жатып, оқып үйреніп жүріп жұмыс жасай бересіз. Және мынау сіз шақырдыңыз. Мысалы, мынау Айгүлді шақырдыңыз дейік. Мен Айманды шақырдым дейік. Енді менің үстімдегі спонсор Назира дейік. Назира да өзінің тапқан адамын сіздің командаңызға жаңағы тіркеп береді. Оның аты Сәуле дейік, мысалы. Сіз шақырған Айман да бизнеске тапқысы келеді. Ол да жаңағы іс әрекетін бастайды. Сол кезде ол да өстіп, міне бүйтіп адам шақырады. Одан Айманның шақырған Айгүлі де, менің шақырған Айгүлім де бизнеске қосылғысы келеді. Ол да өстіп адам шақырады. Өстіп командаңыз шексіз кете береді. Мына командаңыз өзі, сіз шақырған Айман өзі әрекет етіп, 18%-ға жетіп, дәрежеге жетіп, өзі команда шақырып, өзі жауапкершілікті өз қолына алып, осы бизнестің егжей-тегжейін мынандай презентация жасауды үйренген жағдайда сіз өзіңізге мынау екінші, жаңағы үшінші, төртінші адамдарыңызды өстіп өсіре бересіз. Әрқайсысын өстіп өсірген кезде мына адамдар табысқа тез жетіп, олар да тез тауар айналымын жасауға кіріседі. Сол кезде сіздің командаңыз нық тұратын болады. Қазіргі система бойынша осылай. Неге біз бұлай тауар айналымын жасап жатырмыз? Өйткені бір адамның жасаған саудасын, мысалы 35.000-ын 1000 адаммен жасаған тиімдірек. Мысалы, есептеп көріңіздер, бұл математикалық есеп. Бір адам 35.000-ға сауда жасаса, 1000 адам 3.500.000-ға сауда жасайды екен. Қайсысы сізге тиімді? Осыны математикалық жолмен есептеп көріңіздер. Ал сау болыңыздар. Ал міне сызбасын жасап көрсеттім, есебін есептедік, бәрін қарадық. Сол кездегі қандай жағдайда тиімдірек екенін есептеп бердім. Енді сұрақтарыңыз болса, чатқа жаза кетіңіздер. Енді кім не түсінді? Біздің бизнесте қандай әрекет жасағанда, не жасағанда табысқа жетеміз? Осы сұраққа жауап беріңіздерші.